Саламатсыздар ма? Біздің каналға қош келдіңіздер. Бүгіндікке айтатын препаратымыз геморрой жайында. Геморрой жайында бірінші рет видео түсірейін деп тұрмын. Сол себепті бізге лайк басып, комментарий жазып, өтініш сіздерден тіркеліп кетсеңіздер болады. Егер түсінбей жатқан жерлеріңіз болса препарат жайында комментарий жазыңыздар, біздер міндетті түрде жауап беретін боламыз. Бүгін таныстыратын препаратымыз аптекада жиі сатылуға шығатын препарат. Бұл проктазан. Бұның свечи түрі болады және крем түрде болады. Бүгіндікке таныстыратын осы свечи түрінде. Ең алдымен геморрой. Ол геморрой қалай пайда болады, не себепті болады, неге шығып кетеді деген геморрой дегеніміз не екен сұраққа жауап беретін болсақ. Геморрой дегеніміз ол вена тамырларының ұлғаюы. Ол көбісі ойлайды жаңағы тікішеп сыртқа шығып, күшенгеннен сыртқа шығып кетеді деп. Ол пролапс деп айтылады. Ол сирек кездеседі және адамдарда. Ал геморрой дегеніміз ол жаңағы анус жағындағы қан тамырларының сыртқа шығып кетуі, күшенгеннен сыртқа шығып кетеді. Ол жаңағы тамыр, көк тамыр қан дұрыс жүрмегеннен артқы жақта. Сол себепті қан қоюланып сыртқа шығып кетеді. Сол жаңағы геморрой болады. Енді геморроймен көбінесе қазір екінің бірі ауырады. Көбінесе әйел адамдар да ауырады. Енді ол әйел адамдар белгілі көп босанған себепті пайда болады. Ер адамдарда жаңа көбінесе ауыр көтергеннен де болады, көп машина отырғаннан да болады. Енді оның себептері өте көп. Олар проктологқа баруға ұялады. Ер адамдар жүре береді. Енді геморройдың әртүрлі болады. Операцияға бармайтын түрлері де болады. Сондықтан да үй жағдайында өзіңіз врачтарға бармасаңыздар, аптекаға баратын болсаңыздар, мынандай проктазан деген свечи алуларыңызға болады. Бұл проктазан дегеніміз құрамы екі құрамнан тұрады. Құрамында гепарин деген бар және преднизолон бар. Гепарин ол қандай қызмет атқаратын болса, гепарин ол антикоагулянт болады. Антикоагулянт дегеніміз жаңағы көбінесе гепаринді қай кезде пайдаланады? Құлап қалған кезде, ушиб болған кезде, гематома, төбелескен кезде қан көгеріп қалады ғой, сол кезде гепарин ыдыратады, қанды ыдыратады. Ал преднизолон дегеніміз кортикостероидный препарат, ол аллергияға қарсы, ісінуге, қышынуға қарсы препарат. Екі құрамнан тұрады проктазан дегеніміз. Қолдануы қалай қолданамыз? Бұны сыртқы, ішкі геморройда пайдаланамыз. Және тромбтарға операциядан кейінгі геморройларға пайдаланамыз. Қолданылу тәсілі қалай қолданамыз? Бұл ректальны, артқы жаққа, яғни артқы жаққа бір свечеден таңертең біреу, кешке біреу салуға болады. Или жатарда біреу және күндіз демалғанда біреу салуға болады. Курсы 7 күн, бір апта. Егер геморрой ол уақытта кетпей жатырса, енді проктолог ары қарай ұзартады. Жағымсыз әсері де бар соған қатар. Жағымсыз әсері ол қалай? Аллергиялық реакциялар, ісініп кетуі мүмкін. Қолданылуға болмайтын, тіпті қолданылуға болмайтын жағдайлар, олар туберкулез кезінде болмайды, 12 жастан төмен балдарға болмайды, жүктіліктің бірінші белгілі триместрінде. Ол дегеніміз 12 аптадан жоғары жүктілік кезінде пайдалануға болады. Оған дейінгі болмайды. Басқа айта кететін болсақ, енді бұл Германиядан шыққан препарат. Германиядан өндіруші Германия. Сақталу мерзімі үйдің температурасында 15 пен 20 аралығында. Енді 15 деген холодильникте сақтауға да болады, 25 ол бөлме температурасы. Яғни өзіңіз білесіз, үйде де холодильникте де сақтауға болады. Баланың қолы жетпейтін жерде ұстайсыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, бізге өтініш тағы да айтайын, сіздерге тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге қызықты видеолар түсіретін боламыз. Бізге каналға жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар, ем болсын.